Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге дәмді кекстердің рецептісімен бөлісемін. Ерекшелігі бізде ешқандай формасыз осындай кіші кеселерде пісіреміз. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізде осылай жұмсақ болып шығады. Ыдысымызға айранымызды құямыз. Шай қасықпен ас содасын қосамыз. Араластырамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Басқа да оңай әрі пайдалы рецепттер бар арнамда. Бізде осылай массамыз көпіріп үлкейгенше араластырамыз. Және 3 дана жұмыртқамызды қосамыз. Араластырамыз. Келесі сұйық май қосамыз. Келесі кезекте қантымызды қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды 2-ге бөліп қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Қалған ұнымызды қосамыз. Шай қасықпен қамыр қопсытқышын және ванилин қосамыз. Ұнымызды толықтай араласқанша, қою масса шыққанша араластырамыз. Бізде осылай масса шықты. Ал енді осылай кіші кеселеріміздің ішін щеткамызбен майлаймыз. Пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз алдын ала. Осылай кіші ожаумен бір ожаудан құямыз. Сұрақтарыңыз болса төменге қойыңыздар. Біздің дәмді кекстеріміз пісіп шықты. Жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Баршаңызға ас болсын.